Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге оңай, тез әрі үйдегі бар ингредиенттерден дайындалатын панкейктің рецептісін ұсынатын боламын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне 5 ас қасық қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ас содасы мен тұзды қоса береміз. Содан кейін сүтімізді қосамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы комнатты температурасында болу қажет. Бес ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып болғаннан кейін барлығын жақсылап венчикпен немесе миксермен араластырамыз. Панкейкті үлкен жабыспайтын табада немесе құймақ құйып пісіретін табада пісіреміз. Міне біздің панкейкіміз де дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.